Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен нағыз оригинал пицца дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен су қажет болады. Суымызды таразының көмегімен өлшейміз, яғни 180 грамм. Соған бір шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп аламыз. Алдын ала оның үстіне жаңағы тұз қосылған суымызды құйып, үстінен 5 грамм ашытқымызды саламыз. Одан соң ас қасық қантымызды саламыз. 10-15 граммдай сұйық майымызды құямыз, немесе зәйтүн майын қолдансаңыздар болады. Осылардан қамыр илейміз. Біздің қамырымыз жұмсақ емес, кішкене тығыздау болады. Қамырымыздың басын біріктіріп алған соң, қамырымызды ұзағынан 5-6 минут илейміз. Бізде осындай тығыз қамыр шықты. Шамамен жарты сағатқа ашытуға қоямыз. Қамырымыз ашыған соң, көтерілген соң, яғни таразының көмегімен теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысына бір ас қасық сұйық май құйып, барлық жеріне жететіндей қылып жағып шығамыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Енді салмасын дайындайтын боламыз, яғни соусын. Осылай қызанақтардың сыртын ашып аламыз. Менің қызанақтарым қатырылмаған, қатырылған қызанақ қолдансаңыздар да болады. Егер бұлай пышақпен ашылғарыңыз келмесе, бір ыдысқа қайнаған су құйып, қызанақтарыңызды салып, бетін жауып қойсаңыздар болады. 20 минутқа сырты өзі-ақ түсіп қалады. Барлығын осылай ашып алған соң, блендердің көмегімен езетін боламыз, яғни согын шығарамыз. Мінекей дәл осындай болып шығуы керек. Ал енді қызып тұрған табамызға 5 ас қасық сұйық май құйып, немесе 3 ас қасық сұйық май құйып, бір тіс, яғни бір зубчик сарымсағымызды, чесногымызды майдалап турап қуыратын боламыз. Оның үстінен бір шай қасық паприка саламыз. Одан кейін оған бір шай қасық орегано саламыз. Тез араластырып, барлығын үстінен жаңағы өткізген қызанағымыздың согын құйып жібереміз. Астын орташа отқа қойып, үстінен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. Кішкене соусымызды қайнатып аламыз, яғни кішкене қоюлану керек. Қоюланғанша қайнататын боламыз. Астын орташа отта қойып. Одан соң қамырымызды жаямыз. Қамырымызды оқтаумен немесе қолымыздың көмегімен жайып алсақ та болады. Үстінен жаңа жасалған соусымызды салып, жақсылап қамырымызға орналастырып аламыз, яғни жағып аламыз. Осы кезде духовкамызды, яғни пешімізді қыздырамыз. Ең үлкен градуста, ең үлкен 250 болса 250-ге, 320 болса 320-ға біздің пиццамыз 6 минутта пісіп шығады. Сосын пиццаға міндетті түрде 40-45% сыр қолданамыз, яғни пиццаға арналған сырлар бар. Әр пиццаға 250-270 граммдай сыр қосамыз. Сырымызды жақсылап сеуіп орналастырып болған соң, үстіне колбасамызды орналастырамыз. Осы кезде пештеріңізді қосып, қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық пиццаның тестасы, яғни қамыры бірдей, тек қана салмасын ауыстырып отырсаңыздар болады. Мен екінші пиццаның шетін осылай түйіп алдым. Өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Мінекей пиццамыз пісіп шықты. Мен әдейі ірімшігін қызартыңқырап алдым, өйткені балам жақсы көреді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.